Саламатсыздар ма? Құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушылары. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз адвокаттық қызметтің психологиясы, адвокаттық қызметтің тактикалық аспектілері. Қаралатын сұрақтары: адвокаттық қызметтің психологиялық ерекшеліктері, заңгердің және адвокаттың психотехникасы және адвокат әрекетінің психотехникасы. Енді айыпталушыға қорғану құқығын қамтамасыз ету, ол қылмыстық істе объективтік шындықты анықтауда үлкен рөл атқарады. Ал енді осы шындықты айқындауға тек белсенді, белгілі бір мақсатты көздей отырып, жан-жақты, толық және объективті түрде іс материалдарын талдау арқылы жаңағы айыпталушының жазасын жеңілдету немесе айыптың мүлдем жоқ екендігін дәлелдеуге көмектеседі. Қылмыстық іске қорғаушы ретінде қатыса отырып, адвокат маңызды іс атқарады. Яғни айыпталушыға тағылған айыптан қорғау. Тұрақты, жан-жақты, жоғары дәрежедегі қорғау ол бірде-бір кінәсіз адамды сотталмайды. Және де ешқандай сот немесе сот органдарының шешімі айыпталушының құқығы мен заңды мүдделерінің бұзылмайтындығының кепілі болып табылады. Айыпталушының мүдделерін қорғау ол әділеттікті қамтамасыз етудің бірде-бір маңызды бөлігі болып табылады. Дулов әділеттілікті қамтамасыз етудің психологиялық анализін бере отырып, маңызды белгілерін айқындап берді. Яғни Дулов деген ғалым. Олар тану, ұйымдастыру, тәрбиелік, құрастырушылық, үйлесімділік және куәландырушылық. Енді бұл аталған компоненттерден куәландырушылық компонентінен басқасы, яғни қорғаушылық қызметке тән болады. Қорғаушылық қызметті жүзеге асыруда адвокат айыпталушыны жан-жақты танып, көптеген факторлар мен оқиғаларды зерттеп, оның өткені мен қазіргі жай күйін талдау арқылы ол қорғауды жүзеге асырады. Яғни айыпталушының жазасын жеңілдету немесе айыптың мүлдем жоқтығын дәлелдеу үшін барлық жағдайларды қолданады. Адвокаттың жұмысының жемісі ол көбінесе оның алдымен қарым-қатынас жасай білуіне байланысты болады. Яғни қорғаушы, тергеуші, прокурор, сот және басқа да қылмыстық іске қатысушылармен дұрыс байланыс орнату. Яғни оның ішінде қорғанушымен психологиялық байланыс орнату. Яғни оған психологиялық көмек көрсетудің жаңағы заңды және мүмкіндіктерін іздестіру. Ал енді көп жағдайларда нақты психологиялық әсер етіп, оны қолдап көрсету керек. Енді тағы да Аврах деген ғалым осының барлығы қорғаушылық қызметтің жаңағы үйлесімдік мазмұнын құрайды деп белгілейді. Яғни үйлесімдік ол қылмыстың жасалу себептерін терең зерттей отырып, қылмыскердің жеке тұлғасын сипаттау, қылмыстық істе дұрыс қарым-қатынас жасау, жалпы адами және іс жүргізілік байланыс орнату. Яғни алдын ала тергеу немесе сот тергеу барысында пайда болатын түрлі жағдайлардың және даулы оқиғаның себептерін, сипатын зерттеу болып табылады. Үйлесімдік айыпкердің қорғаушысына бұл адамның жеке қасиеті ретінде қажет болады. Яғни дәл осы қасиет ол адвокаттың адаммен дұрыс байланыс орнатып, қылмыстық іс жүргізу қызметінің субъектілерімен қарым-қатынас жасатуға көмектеседі. Енді психологтар ол үйлесімдік қызметінің жемісі көбінесе адамның бір-бірімен үйлесуі, яғни бір-бірімен келісімге келу, түсінісу және жеке қасиеттерін жарасуына байланысты болады деп айтады. Яғни адвокаттың үйлесімдік қызметінде көрсетілген психологиялық құбылыс ол өте маңызды орын алады. Үйлесімдік қағидасы бойынша ол айыпталушының қорғаушыны таңдау, одан бас тарту,
қорғаушының айыпталушымен психологиялық байланысы мәселелері қаралады. Енді іс жүзінде айыпталушының қорғаушыдан бас тарту мәселелері ол көп кездеседі, яғни. Өйткені оның себебі психологиялық сәйкес келмеуі, яғни бір-біріне психологиялық сәйкес келмеуі. Қорғаушы қызметіндегі үйлесімділігінің пайда болуына мүмкіндік туғызатын жаңағы факторлардың бірнеше факторлар бар. Олар айыпталушы мен қорғаушының жеке психологиялық қасиеттерінің жиынтығы, қорғаушының білімі, тәжірибесі, іскерлігімен сипатталатын кәсіби дағдылары, қорғаушының жалпы және кәсіби мәдениеті, және өзінің іс жүргізу жағдайлары туралы қорғаушының дұрыс түсінуі. Яғни қорғаушы ол сезіктінің, айыпталушының айыбын жоққа шығаратын, немесе жауаптылығын жеңілдететін жағдайларды жаңағы анықтау мақсатында барлық заңды құралдар мен жаңағы қорғау тәсілдерін пайдалануға және оларға қажетті заңгерлі көмек көрсетуге міндетті. Тергеу әрекеттерін жүргізуге қатысушы қорғаушы ол тергеушінің, анықтаушының рұқсатымен жауап алынып отырған адамдарға сұрақтар қоюға құқылы. Яғни тергеуші, анықтаушы қорғаушының сұрақтарын қабылдамауына байланысты, бірақ берілген сұрақтардың барлығы хаттамаға енгізілуге міндетті. Қорғаушы ол тергеу әрекетінің хаттамасына және оның дұрыс жазылуына, толықтырылуына орай жазбаша ескертпе жасауға құқылы. Қорғаушының жаңағы өзінің қорғауындағы адамның мүдделеріне қарсы қандай да болмасын әрекет жасауға және олардың өздеріне тиісті құқықтарды жүзеге асыруына кедергі жасауға, қорғауындағы адамның айқындамасына қарамастан оның қылмысқа қатысын және оның жасағаны кінәлілігін мойындауға, қорғауындағы адамның жаңағы өзінің құқығын, яғни өзінің несін тексеруге міндетті. Яғни өзінің осы қорғауындағы адамның өзінің құқықтарын жүзеге асыруына кедергі жасамауға қарауға міндетті. Енді жәбірленуші мен туысқандығы туралы мәлімдеуге, азаматтық талапты мойындауға, қорғауындағы адам берген жаңағы өзінің шағымдары мен өтініштерді кері қайтарып алуға, заңгерлік көмек көрсетуге, өтініш білдіруге және де оны жүзеге асыруына байланысты өзіне белгілі болған мәліметтерді жариялауға құқығы жоқ. Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген жағдайлардан басқа адвокаттың құқықтары шектелуге жатпайды. Яғни заңда адвокаттық қызметке араласу, не кедергі келтіру жаңағы Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа алып келеді. Адвокатты ол заң көмегін көрсетіп отырған тұлғамен теңдестіруге тыйым салынады. Мемлекеттік органдар, лауазымды адамдар адвокатқа өзі қорғайтын адаммен оңаша жолығудың құпиялығын қамтамасыз еткен жағдайда осындай жолығулар беруден бас тартуға және де сондай-ақ олардың саны мен ұзақтығын шектеуге құқылы емес. Адвокаттық қызметті жүзеге асыру кезінде адвокаттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету құқығына, яғни заңда берілген тәртіппен кепілдік беріледі. Қылмыстық қудалау органдары, олардың лауазымды адамдары процестік заңда көзделген жағдайларда адвокатты оның тергеу және басқа да процестік әрекеттерге адвокатпен келісілген мерзімде қатысу қажет, болмаса қатысу қажет екені туралы хабардар етуге міндетті.
мемлекеттік органдары, жергілікті өзін өзін басқару органдары және заңды тұлғалар адвокаттың заң көмегін көрсетуіне байланысты сұрау салуына 10 жұмыс күн ішінде жазбаша жауап беруге міндетті. Егер ақпарат қолжетімділігі шектеулі ақпаратқа жатқызылған жағдайда адвокатқа сұратылып отырған мәліметтерді беруден бас тартылуы мүмкін. Енді адвокаттың қабылдаған тапсырманы орындау кезінде сотта процестік заңнамада белгіленген тәртіппен адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті компьютерлерді, смартфондар мен өзге де техникалық құралдарды пайдалануға құқығы бар. Назарларыңызға рахмет.